Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццериядағы пиццадан кем түспейтін пиццаның ерекше өзіндік құпияларымен бөлісемін. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, видеомда соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кең ыдысымызға ұнымызды, тұз және де қант, ашытқы, одан кейін сұйық майымызды және жылы суымызды құйып аламыз. Ең бастысы ұнымызды електен өткізуіміз қажет, және де ашытқымыздың уақытысы мерзімі өтпеген болғаны дұрыс. Және біз сұйық майдың орнына негізі зәйтүн майын қолданғанымыз жақсы, сонда қамырымыз керемет болып шығады. Және қыздар, қамырымызды қатты етіп илеп қоймаңыздар. Қамырымыздың үстінен сұйық май құйып, кішкене қамырымызды илеп, жұмсақ етіп илеп аламыз да, шамамен 2 сағаттай тындырып қоямыз. Қамырымыз ашығанша соусын дайындаймыз. Кетчуп пен майонездің орнына осы соусты қолданып көріңіздер, керемет болып шығады. 2 дана помидорымызды осылай орталарынан 4 бөлікке бөліп, кішкене қайнаған су құйып, 15 минуттай қоямыз. 15 минуттан кейін суын төгіп тастап, помидорларымыздың қабығын ашимыз. Помидорларымыздың қабығы өте тез алынады, кішкене ыстық қайнаған суға бұқтырып қойғандықтан. Толық барлығын ашып біткеннен кейін осылай бірнеше бөліктерге бөліп, блендермен жақсылап, су шыққанша жақсылап езіп аламыз. Барлығын езіп алғаннан кейін қызып тұрған табамызға майымызды құйып, одан кейін чесногымызды саламыз. Менде 2 бас чеснок, шамамен 10-15 секундтай осылай қуырып алдым. Одан көп қуырмаңыздар. Дәмі өзгеріп жаман болып кетуі мүмкін. Және де укроптың кепкен түрін қолдандым. Бұны да шамамен 5-10 секундтай қуырып аламыз. Одан кейін үстінен жаңағыдай езілген помидорымызды салып, бұның барлығын араластырып, кішкене татымына қарай тұз саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып алып, отымыздың астын орташа отқа қойып, шамалы осылай қызғылт әдемі түске енгенше қуырып аламыз. Соусымыз дайын болғаннан кейін толық суытып, ыдысымызға құйып, бөлек жерге қойып қоямыз да. Енді осы пиццамыздың бетіне шұжығымызды және помидор, үкіштен өткен сырымызды барлығын дайындап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды, керемет болып ашып, әдем болып көтерілген. Енді бұл қамырымызды қолымызды майлап, 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Енді осыны қолдарыңызды майлап отырып, осылай домалақ етіп илеп аласыздар да, шамамен 10 минуттай тындырып қоясыздар. Сонда пиццаларыңыз керемет созылып, табамызға еркін жайылатын болады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаумен жайсаңыздар да болады. Маған осылай қолмен жайған ыңғайлы. 10 минут тынып тұрғаннан кейін қамырларымыз тез созылатын болады. Табамызға жайып, осылай шеттерінің формасын әдемілеу үшін шеттеріне қолымызбен тартып шығамыз да. Міне менде видеода көргендеріңіздей домалақтап істеп алсаңыздар болады. Барлығын осылай шетінің формасын келтіріп алғаннан кейін қолдарыңызбен қамырларымыздың барлығын бірдей теңдей етіп алып, соусымызды қолданамыз. Соусымыз видеода көрініп тұрғанда керемет болып тұр, қыздар. Дәл осылай істеп көріңіздер, дәмі ерекше болып шығатын болады. Екінші, сіздер кетчуп пен майонезді қолданбайтындай боласыздар. Одан кейін осылай үкіштен өткен сырымызды қолданамыз. Барлық шетіне жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін шұжығымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша фарш қолдансаңыздар да болады. Кез келген әркімнің өзінің талғамына қарай. Және екінші дәл солай соусымызды жағып, сырымызды сеуіп, помидорымызды да қойып, қызып тұрған пешімізге 8 немесе 10 минуттан артық асырмаймыз. Әркімнің пеші әрқалай болғандықтан өздеріңіз қадағалап қоясыздар. Енді оның ең бастысы пиццаларыңызды 8 немесе 10 минуттан асырмаңыздар. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.